Қайырлы күн, қадірлі көрермен, эфирде кітапхана. Бүгінгі подкасттың қадірменді қонағы, жазушылар одағының мүшесі, президенттік арнайы әдеби сыйлықтың иегері, ақын, алтын тобылғы әдеби байқауының жүлдегері, Егемен Қазақстан газетінің әдебиет және мәдениет бөлімінің басшысы Жәнібек Әлиман. Эфирге қош келдіңіз. Рахмет. Бүгінгі енді подкастымызда емін-еркін, ақынша әңгімелесейік. Жәнібек, бүгінгі сұхбатқа қош келдіңіз. Бүгінгі сізді студияда көргенімізге де қуаныштымыз. Бірінші сұрағым, Жәнібек, өзіңіз Арқа ақындық мектебінің өкілісіз. Қарағанды өңірінен түлеп ұштыңыз. Осы әдебиет әлеміне, ақындыққа қалай келдіңіз? Өте қиын сұрақ екен. Өлең алғаш мектеп жасынан бастап, өлең жаза бастадық, шатпақтап, түртпектеп, Қабырға газетінен басталды. Туған жерім Нілді, Өспен деген ауыл. Сәкен орта мектебінде білім алдық. Тұлпар аунаған жерде түк қалады дейді. Сол жерден ептеп топырақтан бойымызға бір нәрсе жұқты ма, жоқ әлде үлкендердің көзін көріп, мүмкін кітап оқығаннан ба әдебиетке деген іңкәрлік болды. Одан мектеп бітіріппегеннен кейін Бөкетов атындағы университетке түстік. Ол жерде де үлкен қайнаған ақындық ортаға тап болдық. Серік Ақсұңқарлы бастаған үлкен ақындық мектеп болды. Бұл жерде Жыр-жауһар поэзия клубында ол кезде Мирас Асан, Жанат Жаңқашұлы, Қуаныш Медеубаев, Алмаз Мырзахметтер дүрілдеп тұрған, Рауан бар өзіміздің. Қарағандының ақындарының үні жарқын-жарқын шығатын Массаған.ком деген сайттар енді шығып, сонда өлеңдер шыққан, өлеңдер талқылап, үлкен-үлкен ізденістер сол жерден басталды деп ойлаймын. Сол үлкен ізденіс бә, кіші ізденіс бә, ізденістің үлкен кіші жоқ. Сол жолда жүріп ауырып қалдық десек, артық айтқандық емес. Тағы бір сұрақ бар. Ақын болу үшін ақында қасиет болу керек пе, жалпы шын ақын болып жүру үшін? Алшаңдап жүру үшін не керек? Өлең жазу үшін не керек? Қандай эмоция керек? Қандай көңіл күй керек? Енді өлең жазғанның бәрі ақын емес қой, уақыт екшейді ғой. Сондықтан ақын болу үшін былай болу керек деп айту аулақпын. Бірақ өлең деген өлең жазылады ғой, өлең жазылады. Өлең жазғанына қарай оқырманның бағасы, ол оқырманның бағасы өз алдына уақыттың бағасы, одан кейінгі ол ақын аты қалама. Қазақта өлең жазған ақындар көп, ақын болып дүрілдеп жүрген ақындар көп. Болған заманда соның ішінде бірақ қадау-қадау таңдаулы ақындар қалған. Сондықтан әркім із салғанда оның мәңгілік боларын, жоқ өміршең боларын деп айтайық, өміршең боларын өзі де шеше алмауы мүмкін. Ол ақындық жүріспен, дабылмен, жарнамамен есептелмейді деп ойлаймын, өлшенбейді деп ойлаймын. Ақынның ең миссиясы сол жазу столында поэзияға адал болу деп ойлаймын. Қалғанының бәрі жай тірліктер өзінің. Ақындардың музасы болады деп жатады. Осы муза деген нәрсені қалай түсіндіресіз деген сұрақ бар екен. Муза, жаныңызды не тербесе сол музаға айналады. Ол мынау муза, мынау біреу үшін шөптің өзі муза болуы мүмкін. Тек қана гүлді жырлаған ақындар бар. Кімнің, Науаидің айтқаны, шығыстың бір ғұламасының ақынның айтқаны бар. Ең бірінші қызды гүлге теңеген ақын шын ақын, қалғанның бәрі содан көшірме болып қалады деген сияқты. Сондықтан ол гүл бола ма, ол қыз бола ма, ол жер бола ма, топырақ бола ма, яғни Құдайдың түсірген сәулесі ғой көкірегіне. Соны әрі қарай маздатып, ұшқындатып, жалындату. Муза деген жас ақындар ойлауы мүмкін. Муза деген сол алғашқы махаббат қыз екен деп. Әрине ол да болуы мүмкін ғой, Құдайдың несі ғой. Яғни көкірегіне сәуле не түсірді, есінде не қалды. Сол мысал үшін Есенғали Раушановтың өлеңдерін оқып отырсаң, үнемі өмірінде бір із қалдырған бала жасында есінде ақ қойған дүниелерге үнемі оралып соғып отырады. Ол жан тербейді. Естеліктер.
Жақсы, тағы бір өте бір маңызды сұрақ. Жалпы көп жас ақынға, жалпы артыңыздан еріп келе жатқан інілеріңізге керек сұрақ. Осының жауабын естігіміз келіп тұр. Алтын тобылғы әдеби байқауының жүлдегері атандыңыз. Осы жүлде шығармашылығыңызға қаншалықты өзгеріс әкелді? Жалпы марапаттар келіп жатады ғой ақынға. Сол қалай әсер етеді сізге? Иә, мен сол неден кенде, Құдай кенде қылған жоқ. Марапат енді сол сәтінде ғой, адамды кішкене қанаттандыру үшін. Сол сәтінде, одан кейін ұмытылып қалады. Яғни оны елеу деп те айтуға болмайтын шығар. Бұл деген ақынға тұрмыстық, материалдық кішкене бір серпін дей ме, сондай бір жол ашты демесеңіз, әрі қарай ақынның өзінің ішкі аштықсы шешеді деп ойлаймын. Ішіндегі мен иммунитетім, ақындық күші ғой, күш-қуаты, ақындық күш-қуаты қиялы шешеді деп ойлаймын. Марапаттар ертелі кеш келіп жатыр. Ол да сол сәтінде шабыттандырады, сол сәтінде қанаттандырады. Одан кейін оның ешқандай несі жоқ. Енді сен өмір бойы осындайдың иегерімін деп оны мақтан тұтсаң, онда өліп қалғаның, жанбай жатып өшкені. Сондықтан, бірақ енді еленген деп айта алмайды. Арасында енді еңбегінің бағалануы керек қой. Ақын өзінің қоғам деген бар, сөз бар, сыртқы күштер бар, ішкі несі бар. Бірақ жалпы ішкі стержені мықты, өзінің ішкі фильтрі мықты адам, өзегі мықты адам ондай дүниемен өлшемейді. Мысал үшін менің өзімнің ішкі қойған межелерім бар. Сонымен өмір сүре беремін, ішкі дүниемен. Әлгі дүниелердің бәрі ол, ақынға керек, ол атақсыз болу керек деген сөз емес. Керек болу, уақытына қарай жолымен келіп жатады. Яғни жазуға адал болған адамға өзімен өзі артынан қуып келіп жатады. Сертке адал болу керек. Серт, дұрыс айтасың, қаламға берген серт. Тағы бір сұрақ, жалпы кез келген қаламгерді, жас ақынды мазалайтын сұрақ. Жазу үшін көп оқу керек пе? Жазу үшін көп оқу керек деп ойлаймын. Бұл қуат, энергия, Бұл тек қана оқу, өзіңе дейінгі поэзияны енді бәрін қотарып ішпесең де әдебиетті, бірақ қадау дүниелер бар. Өзіңнің ауылыңнан басталған дүние, мысал үшін Сәкен, Қасым, Ақсұңқарұлы, мысал үшін одан әрі қарай әлем әдебиеті бар, қазақ әдебиеті бар. Жалпы ақын, қай ақын болсын, ол ақындардың болсын, тәжірибесін қарап отырсаңыз, өмір бойы оқумен, ізденумен өткен. Және де жазатын адамға сол қос қанат жазу мен оқу деп ойлаймын. Және осы подкастымыздың, сұхбатымыздың соңына келіп жеттік. Қорытынды сұрақ, жалпы сөз соңында айтарыңыз және оқырманға ұсынатын, кеңес беретін кітабыңыз. Мен енді жалпы халыққа айта алмаймын, былай деп. Жалпы қалам ұстаған өзімнен кейінгі буынға бір ауыз лебіз айтуға болады. Олардың жастар, қазір әдебиетке келіп жатқан жастар бүгінгі заманда мынандай, яғни адамдар уақыттың алдына түсіп алып жүгіріп жүрген уақытта әдебиетке келген, бұл кәдімгідей жанкештілікті талап етеді деп ойлаймын. Әдебиет қашанда ардың ісі демей-ақ қой, қашанда гуманистік бағытта алға тұтқаннан кейін оның жолы қашанда даңғыл болады. Оның жолы басында әрине қиындығы, азабы мен ғажабы бірге жүреді ғой. Сондықтан қаламға серт берген екен, сол серт ұлттық мұрат, ұлттық мүдде, елдің, халықтың ішіндегі ең негізгі бір ауыртпалы, бір не дейміз, уайым дейміз бе, ұлттың несіне тиген бірінші ақынның жүрегінен өтеді дейді. Сол тегінде қаламға серт беріп шынайы жаза бастаған адамға сол шынымен адам тербей бастайды. Басында сол жай ғана дүние болып көрінетін сияқты, бірақ шын мәнінде жазу столына шын отырған адам, өзін сол жолға бағыштаған адам, осы ақындық тағдырды да, жаңа айтып отырған музаны да бәрін басынан кешіреді бірте-бірте. Яғни адам не іздесе соны табады ғой.
сол сияқты. Иә, адам өмірде не қаласа сол болады дейді ғой негізі. Сондықтан әрі қарай ақындық қуат, жаңағы қаламгерлік қуат, қарым қабілеті шешеді ғой бәрін. Жақсы, құрметті көрермен, құрметті оқырман қауым, бүгін бізде қонақта өз буынының жарқын өкілі, талантты ақын Жәнібек Әлиман болды. Қысқа да нұсқа болса да біраз әңгіме айттық деп ойлаймын. Осымен қош сау болыңыздар.